Жалпы қазақ халқының ұлы химик, көп ғылымға еңбек сіңген Сәтбаев, Қаныш Сәтбаев атамыздың бір айтқан сөзіне бастаған деп тұрмын. Жалпы сіз ісіңізді, еңбегіңізді, оқуыңызды нағыз адамгершілікпен жасаңыз дейді. Сонда ғана сіз бір жеңіске жетесіз дейді. Құрметті студенттер, бүгінгі сабаққа аса жауапкершілікпен қараңыздар. Сонда ғана біз мақсатымызға жетеміз. Барлықтарыңызға сәттілік. Бұл платформамен жұмыс істедік қой, химия алып келеді. Мынада бізде кітап пен диск пайда болды. Арға кесіп жүр. Дискті қолданылса. Жақсы. Бізде телефон. Майлардың негізгі химиялық құрамы неден тұрады? Бір жауаптары қайсы? Жауаптарын оқып шығыңыз. Зәйтүн, күнбағыс, пальма, кокос, майы, күнжіт, мега майлар. Жақсы. Қайсың дұрыс жауап? Білмеймін, сіз жауап бересіз ғой. Омега майды ойлайсыз ба? Қалғандарын келсеңіз тауып. Зәйтүн май ма? Әлде омега май ма? Қайсы майды ойлайсыз? Зәйтүн, күнбағыс. Омега майлары. Дұрыс жауаптарын біз сабақтың соңында есік ашқан кезде, егер дұрыс болмаса, Глицерин, гликолин, этилин, май қышқылдар. Дұрыс жауабы май қышқылдар. Қандай май қышқылдарын білуші едіңіз? Стеариннің қышқылы болды, я? Пальмиркиннің қышқылы болды. Сонда біз жаңағы дұрыс жауабы мүмкін глицерин шығар? Қалай ойлайсыздар? Көбіне жануар майларының құрамында болатын май қышқылдар. Жалпы жануар майлар дегеніңіз не? Сіз сөйлесеңізші. Қандай майлар жануар? Қоңқау май, құйрық май, Борсық май. иә, борсықтың майы, жылқы майы. Жалпы денсаулыққа қай майды жақсы деп айтты бағана? Зәйтүн май дейсіз ба? Өсімдік майлар. Омега майлары. Соның ішінде, ал жауаптарын оқып қойыңызшы. Омега 3, транс майлар, стеарин, пайдалы майлар. Қайсы жауап? Стеарин 7. Стеарин майды ойлайсыз ба? Стеарин майды қай жерде кездеседі май қышқылы? Мүлдем. Онда басталады, иә? Омега 3 майын қандай өніммен алуға болады? Омега 3 май деген қандай май еді? Балық май. Жалпы омега деген дүние ол біздің бүкіл ағзамызға керек, иә? Жалпы майды біз күннің көзіне аламыз. Ал омега 3 деген нақты бір жаңағы жануар майы бір заттың ішінде кездеседі. Қай заттың ішінде кездеседі? Қараңыздар. Онда бізде не ашылады? Бір сәтесі бар. Яғни біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы не екен? Сабында және майлар. Қоршаған ортаға зиянын азайту жолдарын қарастыру. Балар, бүгінгі біздің мақсатымыз сабын дегеніміз не деген сұраққа жауап береміз. Синтетикалық жол заттардың құрамымен танысатын болып, сонымен қатар бұл заттардың қоршаған ортаға киім жуамыз, немен жуамыз? Қолды немен жуамыз? Мистер Пропер бар емеспейді. Сонымен жумаймыз ба? Яғни оның бар жуғыш заттар есептеледі. Сабын және қатты немесе сұйық. Синтетикалық жол заттар дегеніміз құрамында иісі бар. Синтетикалық заттар бар қосылыстары синтетикалық ерекшелігі құрамында кальций, натрий тұздар берілген күйінде болады екен. Сондай жаңа айырмашылық бар. Және бұлар кернек суды менсіз өткен айтқан, иә? Сіздер не істейді, қалай істейді, зерттеу жұмысын жүргізесіздер. Яғни сіздерге үлкен жұмыс береміз. Қараңыздар, біздердің міне ақпараттар және де сіздердің бағалауыз. Иә, өздеріңіз шығасыздар. Уақыт
Балапан физик. Физикалық қасиеті Не берді ең бірінші? Қандай тапсырма беріледі? Сабын туралы ақпарат жазу. Сабынның тарихы, алу жолдар және қолданылу айтқанбыз, иә? Қолдану. Сабын жасау ісімен адамзат баласы бұдан бұрын 6000 жыл бұрын айналысқаны белгілі. СЖЗ 1935 жылдан бастап шығарыла бастады. Сол кезден бастап олардың қол терісіне зияндылығы азайды. Сабын жасау барысында қазақ халқы көптеген химиялық реакцияларды жасауға тура келді. Сабын жоғары карбон қышқылының тұздан РСОО, МЕ, және камин Белгісі 60 жыл бұл адамдар білген, иә? Жақсы. Енді айтыңдаршы маған. мысалы синтетикалық жуғыш заттарды өсімдіктерге төгетін болса, өсімдіктер тез арада қурап өліп қалуы мүмкін. Қоршаған ортаға тікелей топыраққа әсері бар ма? Әсері бар. Жақсы. Өйткені олар жібереді. Жарайды, молодцы. Екі сұраққа да жауап берді. Өзінің жаңағы берген мақсатқа орындады ойлаймын. Сол себепті қалған топтар Негізі полинин, стеарин және аэрин қышқылдарын қосындысынан тұрады. Физикалық қатты, иісті, сұйықты және көпіргіш болып келеді. Және осы форма арқылы белгіленеді. Химикалық жуын заттар. Сабынның иісі мен қасиеттері басқаша болып келеді. Ол мұнай тағы да басқа химиялық заттарда тұрады. яғни тек қана табиғи заттар емес, ақпараттар әрине өте аз беріп тұрсыздар шын мәнінде. Иә, тек қана мұнай, кәдімгі біз қолданып жүрген сабындар көбінесе қай заттан органикалық заттар мұнайдан жасалады екен, иә, мұнай қалдықтарынан жасалады. Тағы қандай қасиеттерін тағы ақпарат қандай қосасыздар? Ақпарат берілген сіздерге бір беттік ақпаратты қысқартып беріпсіздер, бірақ та қосатындарыңыз бар ма? Үміт? Бізбен қандай қоспалардан тұрады? Яғни ішінде әртүрлі қосыстардан тұрады. Елдің сөзінен келген болуы мүмкін. Біріншіден сабуын деген сөзден келген. Ал пайдасын айтып кететін боламын. Мысалға, бір түсініксіз жағдай болды. Үлкен перзентханада жаңа туған сәбилер қырыла бастады. Соны дәрігерлер зерттей келе кір жуғыш заттардың 60%-ның мөлшері көбірек болғандықтан балалар қайтыс болған зерттегенде сол тұжырымда шығарған болатын. келесі ақпарат, келесі рейс. Қазіргі заманда синтетикалық қоспалардың кесірінен аллергиялық реакциялар көп туындай бастады. Және де реакциялар қоспалар арқылы туындай бастады. Сосын синтетикалық қоспалар адам ағзасына зияндылай бастады. Так, лайк қойып не істейік бұл ақпаратқа? Қараңыздар, біз осы ақпарат естейік болса, қайсыны қоямыз? Лайк қойымыз әлде поделиться жасайсыз ба? Или сақтап қойып па? Сақтап қойыңыздар. Ал қане, келесі рилс. Сәлем достар, бүгін мен сіздермен кезінде ата-бабамыз сабынды қолмен жасаған туралы айтып беремін. Ақботаның гүлі түспей тұрған кезде оның гүлін алып, яғни тамыз айында гүлін алып тақыр жерге өртеген. Өртегеннен кейін гүлін алып қазанға су құйып, оны түн болғанша қайнатады. Яғни бұл тұнады, тұнбаны сілті деп атайды. Тұнғаннан кейін сілтіні қайнатып, оған малдың майын қосады. Яғни бұл кезде малдың майын қосып қатырады. Яғни ата-әжеміз соны орамалға орап, бір пішінге келтіреді. Үлпіл басып, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Ай, жарайсыздар.
сабынның қасиеттері адам өміріне қандай зияны бар? Айт. Көп мөлшерде қабылдап қойсам, сол кезде адамға деген зияны көбірек болады. Жақсы. Аллергиялық реакциялар болады. Қолданылуы химиялық қасиеттерін анықтай алдық па? Анықтай алдық. Және де бірінші тапсырма ол біз бала келу үшін мына ойынға қатысады. Бұл ойын, яғни сіздер мына ұяшықтар көріпсіздер ма? Бұл ұяшықта әрбір ұяшықтың арасында сұрақтар берілген. Сұрақтар 7 сұрақ берілген ма? Ал егер басқа цветке түсетін болса, яғни күлгін, ақ, сары, жасылға түсетін болсаңдар, онда тақтадағы сұраққа жауап бересіздер. Жақсы ма? Келісіп қой. Енді қараңдар, қалай істейміз? Мына сұраққа жоқ, тағы бір мүмкіндік қолданып көрейік. Ақ сұрақ. Ал кәне. Ақ сұрақ бізде қараңыз. Екінші және алтыншы қайсысын аласыз? Алтын аласыз, е? Кәне сұраққа жауап былай тұрыңыз. Алтыншы ұяшықтағы 6 сұраққа жауап береміз. Сізге 6 келді ғой. Сұрақ. Оқи қойыңызшы, Мансұр. Сабын арқылы суды кермектігін қалай анықтауға болады? Сөз жоқ. Жауап бересіз. Сабын арқылы суды. Судың кермектігі дегеніміз не ол? Кермек су дегеніміз не бала? Қандай су еді ол? Қандай су? Ой, сіздерге что, везучий. Көп жаға түсті. Бірінші сұрақ сіздікі. Ал, кәне. Сабынмен жиі қолдануға бола ма? Бірақ бұл адамға қарай ғой, осы бір адамдарда аллергиясы болуы мүмкін, ал кейбір адамдарда болмайды. Бірақ негізі сабынмен жуынып білу керек, өйткені ол адам тазартады және де хош иіс беріп тұрады. Жақсы. Алдияр, сәл артыңыз. Сабын арқылы судың кермектігін қалай анықтауға болады? Яғни сайды ғой. Кермек су дегеніміз не бала? Когда үйде, мысалы, чайнектің ішінде қағып тұрады ғой. Ол нені білдіреді? Қағып түсіп қалса чайнекке. Судың ішінде не бар деген сөз? Тұздар бар деген натрий, кальций тұздар бар деген сөз. Енді қалай несін көріп тұрсыздар? Қазір. Так, мына екінші сұрақты алайық. Екінші сұраққа жауап береміз. Оқи берсінші? Сабын синтетикалық фосфаттардың бір-бірінен айырмашылығы деді. Сабында көбінесе майлар болады. Синтетика өзінің атауы тұр, иә? Құрамы? Все, жақсы. Рахмет сізге. Ақ не істейміз? Достарыма бөлісесіздер ма? Енше, бүгінгі алған ақпараттарыңызды TikTok-тағы бөліскен сияқты камердің ішіндегі смайликтеріңізді сала беріңіздер. Қандай өткен саламда? Иә, камерді алып сала беріңіздер. Жақсы. Қасиеттері. Сабынның қоршаған ортаға әсері бар ма екен? Бүгін біздің мақсатымызға жете алдық па бар? Табиғатқа қоршаған ортаға әсерін түсіне алдық па? Жақсы. Менше маған бағалау парақтарыңызды беріңіздер. Бағалау парақтарыңыз арқылы мен сізге бағалап қоямын. Және де тақтағанымда үй тапсырмасы. Балар, үй жұмысы берілген. Үй жұмысы бойынша, үй жұмысы бойынша тақырыпты мазмұндау, берген ақпараттар бойынша талдау жасау, синтетикалық жұмыстардың теріге әсерін анықтау. Сіз ма? Үй жұмысын жазып алыңыздар. Келесі сабақта орындап келесіздер.